Адам баласы мына өмірге мәңгіге қалу үшін келмеген. Бәріміздің жасымыз өтеді. Бір күні жас күніміз артта қалып, қарттыққа жетеміз. Ал сол қарттық шағымыздың қадірлі, сыйлы, құрметті болуы бүгінгі күнгі өмірімізге, ісімізге байланысты. Қадірлі қарт болу кез келгеннің қолынан келе бермейді. Жасы үлкеннің бәрі құрметті емес. Кейде жастар ақсақалдың сөзін тыңдамайды, қарияның айтқанын елемейді. Неге? Себебі оның артында өнеге қалмаған, жастарға айтары жоқ. Ал енді бір қарт кісілер бар, оның әрбір сөзін ел тыңдайды, әрбір қимылы жастарға үлгі. Мұның сыры неде? Бірінші, ата-анаңа қандай болсаң, балаң да саған сондай. Өмір заңдылыққа толы. Бала әке-шешеден көргенін істейді. Екінші, жүрек тазалығы. Адамның қадірін жасы емес, мінезі мен ниеті айқындайды. Өзі іші тар, қызғаншақ, өсекшіл, біреуге жамандық тілейтін қартты ешкім сыйламайды. Ал жүрегі кең, жастарға ақыл айтатын, жаманшылықтан тыйып, жақсылыққа шақыратын қарт әрқашан қадірлі. Үшінші, із қалдыру. Із дегеніміз адал еңбек, дұрыс тәрбие, жақсы сөз. Жастарға үйреткен бір өнерің, айтқан бір ақылың, көрсеткен бір жақсылығың, сенің өлмейтін ізің. Адам артында сөз қалады, жақсы істеген іс қалады деген. Төртінші, ісіңді адал қыл. Қарттық өмірдің күз айы. Қалай көктемде еккеніңді күзде орасың, сол сияқты жас күніңде не ексең, қартайғанда соны орасың. Адал еңбек еткен адам, адал кәсіп қылған адамның қарттығы да берекелі болады. Ал алдап, арбаған, харамға барған адамның қарттығы қадірсіз өтеді. Бесінші, жастарға үлгі бол. Жастардың алдына шығып, менің айтқанымды тыңдаңдар дегеннің бәрін тыңдатуы мүмкін емес. Бірақ сен өз өміріңмен үлгі бола білсең, жастар өздігінен құрмет көрсетеді. Яғни, сөзбен емес, іспен үлгі көрсету керек. Алтыншы, дұғаңды тоқтатпа. Қартайған шағыңда қадірлі болғың келсе, жүрегіңді Аллаға байла. Перзенттеріңе, ұрпағыңа әрдайым дұға жасап отыр. Жетінші, тыйым мен батаны ажырата біл. Қартайғанда қадірлі болғың келсе, жастарға орынсыз тыйым сала берме. Бүгінгі заман жастары өмірі басқа. Дәстүр мен дінді шатастырмай, орынсыз ақыл айта бермей, жөн сөз айту керек. Сонда жастар қартты тыңдайды. Сегізінші, сабырлы бол. Ұсақ түйекке ашуланып, әр нәрсеге күйіп пісіп, айналасына өкпелей беретін қарияны жұрт айналып өтеді. Ал сабырлы қартты ел іздейді, сөзіне жүгінеді. Тоғызыншы, немереге мейірімдік. Қадірлі қарт немересін сүйе білген, баласын өсірген, қызығын көрген қарт. Немереңді жақсы көріп, оларға тәрбие берсең, бүкіл әулет сені құрметтейді. Оныншы, қадір өз қолыңда. Қадірлі болу үшін көп нәрсенің қажеті жоқ. Тек жүректен шыққан жылы сөз, адал еңбек, жастарға айтылған шынайы бата, осының бәрі қартты қадірлі етеді. Құрметті ағайын, қарттық Алланың берген үлкен нығметі. Бірақ сол қарттықтың қадірлі болуы әркімнің өз қолында. Адам баласы дүниеде ұзақ өмір сүргісі келеді. Бірақ одан да маңыздысы қадірлі ғұмыр кешу. Қадірлі ғұмырдың кілті бүгінгі істеген жақсылығымызда. Айтылған кеңестерді ойыңызға түйіп, жақындарыңызға жіберіп бөлісіңіз.
арнама тіркелуді де ұмытпаңыз. Ал сіз қарттар жөнінде қандай кеңес қосар едіңіз? Өз ойыңызды жазып өтіңіз. Мен міндетті түрде оқитын боламын.